ақтық сайысқа шыққан ақындардың соңғы жұбы айтыстың арыстаны деп жүрміз Бекарыс Шойбеков Түркістан оңтүстік Қазақстан облысы және Тәңіртаудың баурайынан келген талантты бауырымыз Болатбек Оразбаев. Құдай деуге арланбаған бұлтармай тура жолдан бір шабайын тұлпардай шашасына шаң қонбаған. Ассалаумағалайкум қалың қазақ арнамыс аласармас саңғар болған. Билері тілмен түйін шешкен кезде іс насырға шабатын дау болмаған. Қас батыры ұстанса қайқы қылыш сілкілескен дұшпаны сау қалмаған. Армысың Атыраудың ардақты елі 5 күндік дүниеге алданбаған. Жүк болып жолығыппын Бекарыспен, бірақ бұл тақияма тар болмаған. Бармысың Бекарыстай баһадүрім, халқына қаймақ жырмен әнді арнаған. Қулығыда тұратын 40 құбылып қызыл түлкі секілді қарға аунаған. Ал енді айтысқанда абдырама адамдай суға кетіп талғармаған. Арыстанмен шайнасып көрсем ғой деп тықыршып осы күнді армандағам. Тайсалық қалатында ештеңем жоқ, тамырын Тәңіртаудан алған бабам. Серпілуге дайын тұрып ел қолдаса, қайраққа жететпейтін қанжар балаң ай. Дулыға кимей шашақты, дуға кірмей жасақты, қолына алып көк найза, қорғамай отан ошақты, кеудесін ыза кеккермей, жауына ажал жеткермей, сапарласқан серікке семсер сүйіп серт бермей, садаққа салған сұр жебе масағынан өткөрмей, қас дұшпанның басынан қанжығаға бөктірмей, батырдың ісі бітерме, аузынан жақұт жыртанбай, ақиқаттан бұлтармай, тақылдап сөйлеп бермесе, қаусырма жақпен тіл таңдай, қарсыласты бүрмесе, қанаты құрыш сұңқардай, ел мерейін өсірмей, түйіні тілдің шешілмей, жыраулардың елінде, жырауларша көсілмей, ақынның ісі бітерме. Ал тасынба бәкем, тасынба жақында бермен жақында, үлгі боп қалсын бұл айтыс тарихы терең ғасырға. Тұлпардың бірі мен едім, тұяғын түрген тасырға. Алдым ағам ғой деп сені жүрушем, әр сөзің балап асылға. Ағалығыңды қылалсаң, інің бо берем ақылға. Ұстазыммен айтысып талай жүргенсің қасында, Ораздың кеп тұр інісі орда бұзатын жасында. Мен менсінбей сондықтан кішіпейіл бол мақұлма, бітімі бөлек бауырыңның бітпейтін жыр бар басында. Тілі бақ өте шығамын тиік бетсең ашуға, мен менсінген талайлар таланған талай жасулға. Себебі өзің білесің, қарағай қатты болған мен қарсы айырлады жасыңға ай. Ал мынаған не айтам деп бас қатты ғой, сонда да көрейін бастап бір ой. Бұл Бекарыс азулы талайларға арыстан екендігін растатты ғой. Жағаласқан адамын жамбас қасап талайдың 8 көзін қақсатты ғой. Ал барысқан адамды алып жығып, алшаң басқан жандарды ақсатты ғой. Кеше ғана қаһарман Қалиолланың тасталғанын шығарып тастапты ғой. Бекеңді бүгін қайтып жеңсем екен, жүкең мені теңіме қоспапты ғой.
Ақ ішінде арнап айтқан патшаға партияға жақсатты ғой. Сенімен айтысатын ешкім жоқ деп, өткенде елбасы да бастапты ғой. Ау асқақтап содан бері тұр беделі, дегендей бетіменді кім келеді? Көңілі қалмау үшін мақтай салған патшаның жылы сөзін шын көреді. Әйтпесе бекарысты бесорайтын алашта ақындар көп құнды өлеңі. Соның бірі мысалы мен едім ғой, сөз садаққа сабатқан сұр жебені. Бір шетінен патшаның жерлесімін Алматыда тұратын іргедегі. Бірақта қызық болдау Нұрекеңнің жерлесін назарына ілмегені, көкесін танытатын бекарыстың көршісі бар екенін білмегені. Айқаяқау көмбе жақын, бәрәуре оздырсам деп елден атын, шайырлық міндетіме кірісейін, шапалақ болсын менің еңбек ақым. Қазақтың қай баласы танымайды, Шәмші мен Жұмекендей ерлер атын. Солардың жазған әнұран боп, етене болып кеттау елге жақын. Екі бірдей тұлғаның бірлігінен, егіздей қатар жайды ел қанатын. Жұмекеннің жұртына сәлем берсін, Шәмшінің ауылынан келген ақын айқаяға. Болса да күніңіз ғар, түніңіз ғар, түбінде жығылмаған туымыз бар. 40 миллион адамды қырып салған, соғыста қанша шейіт ұлымыз бар. 400 мыңдай жасана жесір қалды, жүректе жазылмаған жырымыз бар. Соғысты ойыншық қып жүргендерге олардың бетін бермен бұрыңыздар. Ойынымыз осылып қап жүрмесін, бейбіт күннің қадірін ұғыңыздар. Одан да осы күнді жақындаттан ардагерге қошемет қылыңыздар. Майдангердің жетпесе қадіріне, ағайын біздің қандай құнымыз бар. Жанды салып жырлайық аталарды, сіздерден артық біздің кіміміз бар. Айқаяға сөз бастадың тасымадан, бауырым ауырмасын басың оған. Неліктен менің барлық қарсыласым ақыл айта береді осы маған. Атырау жеңіс тойын тойлап жатса, шаттанып тасығанның несі жаман. Желпініп жұртпен бірге шаттанбайтын соншалық емесем ғой жасық адам. Армысың Болатбектей ақын інім, аузынан інжу маржан шашыраған. Сенің этно-мәдени стиліңнен бұл күнде жаңғалған жоқ шошымаған. Болатбек сөз қадірін сезген ұл ғой. Ағаңды бір жығуды көздедің ғой. Бекарыспен айтысар ешкім жоқ деп патшаның айтқанына төзбедің ғой. Елбасының сол сөзін елеместен
екіленіп кеп отқан өздерің ғой. Бауырым ұшыраттың қандайсыңға, жазылған тағдырыңды таңдайсың ба? Астанадан бір ауыз сөз айтып ем, әртүрлі пікір қалдау әрқайсыңда. Елбасымен көршімін деп отыр ғой, ағайын анасың ба, нанбайсың ба? Көршісі бұны тағы танымайды, естіп қойса ұятта қалмайсың ба? Шынымен елбасымен көрші болсаң, шақырып бір шай беріп алмайсың ба? Бекарыстан Мықтақым мен едім деп есіміңді есіне салмайсың ба? Бекарыстың орнына таласқанша қонған соң дұрыс жерге қонбайсың ба? Көршіңмен күніге шай ішпейсің ғой, барған соң дұрыс жерге бармайсың ба? Мәсімовке біткен мұрт сенде де бар, бір жола премьер боп алмайсың ба? Айқай аға, жанға шақты жайлы өлеңің, ағаның құп көрмейін қай дегенін. Шымшылақ көріп едім, шарт кеттің ғой, не деген шытынағы шәйнек едің. Ініңді алдыңдағы сәл жақтырмай алға тартып отқаның қай беделің. Сен де мендей қазақсың, қара сирақ болмаса бір екі рет май жегенің. Премьер болып кетсем сен айтқандай, қазақтың орындарың бар керегін. Көңілге қонымда ақыл көрінеді, дүйім жұртқа дастархан жай дегенің. Бұйырса айтыстан соң сүйіншілеп боп қайттым деп барармын бәйгелелім. Көкесін Бекарыстың таныттың деп көршілерді жинап ап шай беремін. Патшаны да қонаққа шақырамын, білмеймін әй келмесін әйгелерін. Уақыт бөліп егерде келіп жатса, бақытқа оны рас сай көремін. Төрімнен ойып тұрып жай беремін, тулатып ту биені сой дередім. Сүбелі табақ тартып содан кейін сылап сипап сен құсап сөйлер едім. Біз жақтың ақындарың көріңіз деп, Болатбек бұқпас еді бойды өлеңін. Құйындай жырларыммен көрсетерем сүйінбай жамбылдардың бейнелерін. Жерлестерін көргенде білемін ғой, елбасыға керемет ой келерін. Нұреке Құдай қосқан көршіңмін ғой, бұдан соң Бекарысты қой дер едім ай. Азаматтан әл тайса, атайылын тартпайды, арғымағат қартайса, адымда ұзақ шаппайды. Әкімнен бақтайарда, әділеттен аттайды, ақыннан бақтайарда, ақшалыны мақтайды. Мен елдің сөзін сөйлеймін, басталса нағыз нақбайғы, турасын айтқан төбебей туғанына жақпайды, балдағы алтын ағалмас қын түбінде жатпайды. Жеңісті бәрі жырлады, мен ауыл мұңын айтайын, көңілімдегі сол бақ қайғы. Бүгін айтып қалмасам тумайды күнде сәт жайлы. Тауық шақырғанымен таң мезгілсіз атпайды. Ел шетіне тау келсе, абызға жүк артылмақ. Ел шетіне жау келсе, адырна садақ тартылмақ. Атыраудың төрінде алдаспандай жарқылдап, ауылдың сөзін айтайын, ағайын отсаң алдыңдап. Қала менен ауылдың қал жағдайы әртүрлі. Қарашадағы қар үйді қымбатшылық тұр алқымдап. Заманға айтып наласын, шалдарым мұңын шертіп жүр. Бағамын деп баласын шемішке сатқан кемпір жүр, тіршілік етіп там-тұмдап. 10 бала тапқан анаға 10 тауығы бар деп қорада, жәрдем ақысын бергізбей қаржыгерлер тұр қаңқылдап, соққыдай тиіп солқылдап. Жабығып отыр жалпақ жүр, жамаулы тоны жалпылдап, ал қарны жуан байлар жүр, қара төбе дейтіннің қарғы бауында алтындап.
Осы біздің қоғамның ептісі семіз ел арық, ешкісі семіз қой арық, әліптің дейді артын бақ. Сол байларың жүр шетелде, Дубайға барып дем алып, Европада ем алып, жақып жүзігі жалтылдап, таза ауасымен тыныстап, саяжайында салқындап. Нұр отандық ағайлар ауылдың мұңын сөз еттім, сандуғаш даусым саңқылдап. Қары шаңырағы қазақтың қалжырап жатыр, қартауыл қал үстінде қалтылдабай. Жаңа неге өрек бұдың, отырем сөздеріңнің елеп құнын. Тістеніп отырсың ау, сенімді боп теңсейді деп, дәлмендей теректігім. Сөздерімнің тұрғызсам желекпінің, жеңілетін күнің ау демек бүгін. Інің құса бір кілмей сөйлеп айтып көрші, қарапайым қалықта не жоқтығын. Әй, бірақ тойған бір күт түлкі алмайды, енді өлеңнің төкпессің ең өткірін. Бауыржан аға өзіңді көрдіңіз ғой, Болатбекте еніңнің өжеттігін. Құрмақтамай шындықта айтатұғын, ақылының ерекше зеректігін. Ағордаға айта бар бұдан кейін, ол жаққа кімнің бару керектігін. Айналайын неге ондайсың, өз сөзіңнен өзіңге барандайсың. Бір-екі ауыз ауылды айтқан болып, бұра тартып сөйлеуді доғармайсың. Ал бірақ жеме-жемге келген кезде елден бұрын өзіңе алаңдайсың. Бергенің патшаға дұрыс шығар, шырағым менің ағып жамандайсың. Сен мұндай інім қиқар мінезіңмен байқап тұрсам ұзаққа шаба алмайсың. Алдымен пейіліңді ағартпасаң, бауырым Ағордаға бара алмайсың. Әркім ақ білген сөзін ән қылады, дауысың құлағымда жаңғырады. Елбасыға жамандап бекарысты, мұның жолын айтшығым жандырады. Қанда 40 кісінің ақылы бар, адастырмас ақылдың арғымағы. Елбасымыз бір шайға алданбайда, ол кісі өз бетінше қам қылады. Елбасының тағы бір қасиеті, мен түгіл жұрттың бәрін таң қылады. Дастарханның үстінде айтқан сөзді дастарханның үстінде қалдырады. Айғай аға, ақынның айтқан сөзі шекері болып, ақынның айтар сөзі шекері болып, мына жұрт отырған жоқ бекер келіп. Жайлық бұл күнде кейбіреулер әртүрлі сөз айтады мекерленіп. Соғыстың жағдайында Атырауым кете жаздап қалмап бет бөтен болып, Еділ жайық мемлекет құрмақ болған Гитлер осы жерге төтен келіп. Атыраудың мұнайы болмағанда солсынан өтпеспедік, өтермедік. Еділ дойлап еңіреген қас туғандай бір күнде жат қолына кетермедік. Дей көрме уақыттан кешіккенсің, менің не айтарымды есіткенсің. Өзіңді мына жұртқа жарнамалап, Болатбек бет-бейнеңді бекіткенсің. Ағордаға бір жету арман болса, Құдайым саған сондай несіп берсін. Екеуміз Ағордаға таласпайық, бізден басқа адамда өсіп көрсін. Ол жаққа Халиолланы жіберейік, бір талай мәселені шешіп келсін.
Ақыры арнасына сыймай жүр ғой. Ақыры арнасына сыймай жүр ғой. Нұрағаңның алдынан өтіп келсін. Айтатұғын нәрсесін айтып берсін. Айтатұғын нәрсесін айтып берсін. Оқитұғын өлеңін оқып берсін. Елбасының алдына енді қайтып, ешбір ақын бармаста етіп берсін. Айғай аға. Ау басына салған менен ауыр жайды, бұл үнің сарвайымға салынбайды. Халиолла барсын деп қан ордаға, айла тапқан боп отсың тағын қайлы. Меніңше қандай ақын барса дағы пейілі патшамыздың тарылмайды. Бұхардың сөзін өткен, бұхарлардың сөздерін тыңдап өткен Абылайдың жолынан жаңылмайды. Бауыржан ақын барса деп ойлаймын, Бауыржан батыр құсап қабылдайды. Айтысқа анық түскен жыр өрнегі, Бауыржан ақынын ғой бұл елдегі. Бауыржанды жіберу дұрыс шығар, өйткені сен барғаннан түгенбеді. Ол барса қайта жақсы, елбасымыз халықтың мұңын анық білер ме еді? Өз патшада ақын жанды мүмкін емес, Бауыржан Бәукеңді ауыздықтап жүгендеуі. Бауыржан дегендерді менсінбесе, Байбек Көкен қасында жүрер ме еді? Қарағайдың қадірін білерсің садақ етерде, қара нардың қадірін білерсің жұрттан көшерде. Мен ақынмын десем де, қан қызығатын басым жоқ, қайқы қылыш кесерге, сондықтан да қаймықпай нөсерлі жүрім нөсерлі. Әкем берген ақ батасын ат жалын тартып өсірді. Жағымпаз болма дегенді жатыры алтын шешемде. Тектелің үшін жұрт депті, тірсектен тұсау кесерді. Жыраулардың жырының сарқытын ішіп шөл бастым. Жорығы ұзақ жол бастым, Атырау деген мекенге атсын салып жетерді. Көсіл алмасам көсемше, шешіл алмасам шешенше, келгем жоқ мұнда бекерге. Қантау керек десеңіз, қан тәңірде өредім. Мөлдірлік керек десеңіз, көл сайдай тұнық көледім. Жүйріктік керек десеңіз, желкесін таудың кемірген кегеннің соққан желедім. Ақындық керек десеңіз, қар өлеңнің қағбасы Мұқағали туылған қарасаз менің терегім. 30-ға жетпей кетсе де ортақ болған алашқа оразалының көзедім. Хан орданы көрсем деп, хан ордасын көрсем деп қалжыңдағаным болмаса, қараша жұртым мен сені ханнан биік көремін. Хан сарайынан қашанда жан сарайын артық көретін жиреншенің өзедім. Сенікі менің өлеңім, сенікі менің өнерім. Сен үшін қалқым сөз сөйлеп, сен үшін жырды төгемін. Өзіңнің арқаң шалықтап, көкке тигені көкке төбенің. Жұрттың жайын айтарда жел жұртып ұшқан жебедім. Байтақ жұртым сен барда бекіре жалды бегедім. Кезі келсе бір күні, екі талай күн туса, иықтағы басымды исі қазақ үшін беремін. Ау, кәдімгі Алатаудың ақ қарындай жарамасақ жүректен ақтарылмай. Ағайын менің дағы арманым жоқ, шайқасқан бекарыспен шақтамындай. Ал беке осыменен біз тұрайық, уақытты созбаламай ақсағыздай. Қазыларда бағасын берер кезде мінезді танытпасын мақтағыздай. Ауылыма жеңіспен қайтсам дебем, майданнан жеңілмеген қарттарымдай, сайдаудан жеңілмеген патшамыздай.
kim ilgeri, jırına jurttun yüzü külümdedi. Erteden kechke deyin şaba versin, köp jigitten gelerin kun ilgeri. Özün gülesedin dep ustazım men, iltifatqa bölöde enim meni. Men dağalık hurmetten janılmayın, enimde enelikten sürünbedi. Ornunda var oğalar degen kazak, orazdın osu çıkar terilgen ay ayağa. Sözümnün durus tüsün mağınasın, жақсыны қай кезде де сағынасың. Қазағын дәстүріңді берік сақтап, басқаның жақтырмайсың, дабырасың. Отандық өнімдерді қолдайық деп өкімет айтып жүр ғой, базынасың. Отандық өнім керек болса саған, біз ақ шешіп берейік, шаруасың. Отандық өнімім деп, өнерім деп, қолдасын айтыс деген қазынасын. Батыс пенен ақштың әнін тыңдап, жарты сағат отырсаң жалығасың. Африкадан бейбастақ би үйренсең, ата жолдан адасып жаңыласың. Жат жұрттық өнімдерді пайдалансаң, азғындап рухани ауырасың. Атырауда 2 күн айтыс көрсең, осының барлығынан жазыласың. Айғаяға Evet. Қазылар алқасы бұл söz sayısını бастаған Болатбек Оразбаев, Алматы облысы. Ашығы Рыңғай 10-6 ұпай. Бекарыс Шойбеков, Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің мүшесі. Рыңғай 10.